Әрқашанда сатып алушылар бір продуктты сатып алайын ба не сатып алмайын ба деп шешім қабылдар кезде, егерде сіздің продуктыңыз ешқандай да құндылық ұсына алмаса, оны сатып алуы екіталай. Сәлем, менің есімім Дәулетхан. Қазір қалайша құндылықты арттыратын, бас тарта алмайтын ұсыныс жасаудың 7 жолы туралы айтатын боламын. Кеттік. Біріншісі бұл тек қана бір ғана идеядан тұруы, яғни сіздің ұсынысыңыз оңай, түсінікті, нақты, қарапайым болуы тиіс. Екіншісі бұл сіздің клиентіңіздің сіздің товарды қатты қалауы, яғни сіз бұл үшін не істей аласыз? Сіздің товарыңыз бұл клиенттің бір проблемасын шешуі керек, немесе оған ләззат алып келуі тиіс. Үшіншісі, бағана айтқанымдай, бұл құндылықтың болуы. Сіз сияқты нарықта мыңнан астам конкуренттеріңіз бар. Олардан ерекшелену үшін сіздің құндылығыңыз одан әрі жоғары болуы тиіс. Төртіншісі, бұл алуға оңай болуы керек. Яғни, егерде сіздің продуктыңыз сайтқа кіріп, 1-2 кликпен ғана алынатын болса, сатып алу мүмкіншілігін арттырады. Бесіншісі, бұл сіздің клиентке сенімді болуыңыз. Яғни, әдетте адамдар жаңа продуктпен жаңа қызмет алатын кезде, бұл адамдарға сеніңкіре бермейді. Сондықтан да сіз оған нақты себептерді келтіре отырып, оның яғни араңыздағы қарым-қатынасты арттырыңыз. Мысалы, сізде ол жаңа продукт болуы мүмкін. Мүмкін сіздің продуктыңыз осы уақытқа дейін мыңнан астам адамның проблемасын шешкен шығар. Дәл осындай себептерді келтіре отырып, өз ұсынысыңызды жазыңыз. Алтыншысы бұл рисктің аз болуы. Егерде сіз сатып алар кезде адамға максималды түрде рискті азайтып берсеңіз, оның сатып алу мүмкіншілігі одан әрі артады. Мысалы, егерде сіз өз продуктыңызға сенімді болсаңыз, 30-60 күн арасында ақшаңызды толық қайтарып беру гарантиясын ұсына алсаңыз, бұл сатылымды одан әрі арттырады. Жетіншісі, бұл уақыт жағынан, сан жағынан шектеу жасау. Мысалы, егерде сіз продуктыңызге мынандай шектеулер қойсаңыз болады, мысалы, ертеңгі сағат 12-ге дейін бұл продуктты сатып алсаңыз болады. Яғни, одан кейін бұны сатып алу мүмкіншілігі болмайды деген сияқты. Екіншісі, бұл сан жағынан. Мысалы, осы жылы тек қана 30 адамға ғана сатылатын продукт болуы мүмкін. Және де қосымша, егерде сіздің бонустарыңыз болса, бонустарға да уақыт жағынан шектеу қойсаңыз болады. Мысалы, егерде сіз дәл қазір осы 1 сағат ішінде төлем жасасаңыз, осы бонустарды тегін аласыз деген сияқты. Төртіншісі, бұл ұсыныстың да уақыт жағынан шектеу қою. Егерде дәл қазір, егерде 1 сағат ішінде сатып алатын болсаңыз, сізге 30 немесе 50 өзіңіз қалаған процентпен скидка бере аласыз. Дәл осыларды қолданып, клиенттің тезірек, оңайырақ шешім қабылдауына итермелеңіз. Мен де дәл осы жағдайды пайдаланып отырып, осыларды қолдана сізге ұсыныс жасағым келіп отыр. 4 жылдық тәжірибесі бар экспертпен 2 сағаттық маркетинг разбор жасап, өз бизнесіңізді дамытыңыз. Дәл қазір алғашқы болып жазылған 10 адамға бизнесті арттыратын 113 жол кітапшасы тегін беріледі. Егерде қызық болатын болса, жекеге жазыңыз. Көріскенше қош, сау болыңыз.